басынан сан қилы заман өткерген қазақ халқының тарихында шешуші рөл атқарған тұлғалар аз емес. Солардың бірі де бірегейі Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы туған халқының азаттығы мен теңдігі, еркіндігі мен төл тілінің сақталуы жолында жанқиярлықпен күресті. Білімді болу үшін оқу керек, бай болу үшін кәсіп керек, күшті болу үшін бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс жасау керек деп өсиет қалдырған Ахмет Байтұрсынұлының туғанына биыл 150 жыл толып отыр. Ақын, әдебиет зерттеушісі, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбек ауылында дүниеге келген. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда үкіметінің мүшесі. Ахмет Байтұрсынұлының саяси қызмет жолына түсуі 1905 жылға тұс келеді. 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған қарқаралы петиция авторларының бірі еді. Осыдан кейін Ахмет Байтұрсынұлы жандармдық бақылауға алынады. Өзінің саналы ғұмырын ұлт мүддесі жолында сарп етіп, қуғын-сүргін, жер аудару, абақты азабын тартып, 1937 жылы 8 желтоқсан күні жазықсыз жаланың құрбаны болады. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын, жабықпаймын, ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деп жырлаған ақынның ұшан теңіз еңбегін ұрпақтары ұмытпайды.